Қайырлы күн, қадірлі көрермен, араға біршама уақыт салып, өздеріңізбен студияда қайта жүздесіп отырмыз. Биыл еліміз 23 тамызда саяси науқанды өткереді. Естеріңізге сала кетейік, 15 наурызда еліміз референдум бойынша ел конституциясын қабылдады, ал 1 шілдеде ата заң күшіне енген болатын. Енді біз құрылтай сайлауын өткіземіз 23 тамызда. Осы науқанға байланысты қазір барлық партиялар өзінің сайлау алды насихат жұмыстарын жүргізіп жатыр. Бүгін біз студия қонағы ретінде Әділет партиясы Арыс қалалық филиал төрағасы Ділдәбек Бақтығали Сәрсенбекұлын шақырған болатынбыз. Бақтығали аға, студияға қош келдіңіз. Қош көрдік. Өздеріңізді біздің студияда көргенімізге өте қуаныштымыз. Жалпы мынау Әділет партиясы жаңа партия, жаңа буын. Әділет партиясы құрамына тізіміне енген депутаттардың орташа жасы 47 жасты құрайды деп жатыр. Біз өте қуаныштымыз, қазақта жас келсе іске деген. Ал енді осының Әділеттің өзінің басты құндылығына тоқталып кетсек, басты құндылығы неде? Жалпы 7 партия еніп отыр ертең құрылтайға, ал Әділеттің басты ұстанымы қандай? Басқа саяси ұйымдардан ерекшелігі неде? Әділет партиясының басты ұстанымы қоғамды әділетті қоғам қалыптастыру. Заң үстемдігін, адамдардың тең құқық қорғалу, жалпы адам өзінің кәсібін ашып, адал еңбегімен жетістікке жетіп, жалпы Әділет партиясының әділетті болашақ үшін сайлау бағдарламасы бар. 2026-2030 жылдарға бағдарлама 7 мақсаттан 10 стратегиялық басымдықтан тұрады. Бұл бағдарламада ауыл шаруашылықтан бастап, экономика, денсаулық білімден бастап, цифрландыруға дейінгі барлық негізгі салалар қамтылған. Осы бағдарламада егерде мынау бағдарлама тек қана бұл енді осы уәделердің жиынтығы емес, бұл нақты іс-шаралардың жиынтығы, іс-шаралардан жас тұрады. Сондықтан егерде осы іс-шаралар жүзеге асатын болса, еліміздің келешегі алға басады деген ойдамын. Бақтығали аға, қазір насихаттық жұмыстары белсенді жүргізіп жатырсыздар, әлеуметтік желіден күнделікті көріп жатырмыз. Енді көпшіліктің көкейінде жүрген сұрақтың бірі, Әділет партиясы Аманат партиясымен бір байланысы бар ма? Иә, ол Аманат партиясы мен Әділет партиясы бірігіп, Әділет партиясы болып құрылды. Негізінен қазіргі кезде өзіңіз жоғарыда айтып өткендей, мынау біздің съезде ұсынылған кандидаттардың бәрі жастар, жаңа адамдардан тұрады. Сондықтан біз осы жастарымыздан, осы құрылтайға сайланған депутаттарымыздан үлкен үміт күтеміз. Бүгін өзіңізбен бірге арнайы бір шағын кітапша алып келген екенсіз. Мына QR коды бар, жалпы мен оны оқып шықтым. Осы сұхбаттың алдында барлық бағдарламасымен танысып шықтым. Әділеттің басты басым бағыттары ол өңірлерді дамытуға арналған екен. Енді сөздің орны болсын, Арыс қаласы үшін маңызы қандай оның? Иә, өте орынды сұрақ. Өйткені Арыс қаласы 9 жолдың торабы, темір жолдың күре тамыры, темір жол сонымен қатар ауыл шаруашылығы өркендеген дамыған өңір деп есептейміз. Сондықтан инфрақұрылымдарды дамыту, жолдардың сапасы, газ, электр, су жүйелерін дамыту, сондай-ақ мынау ауыл шаруашылығы саласында дамыту қарастырылған. Атап айтқанда ауыл шаруашылығы саласында бойынша мынау осы бағдарлама жасақталған кезде сарапшылар, ғалымдар бағдарламаларды қарап, солардың оң жақтарын алып, мына ауыл аманаты бағдарламасы оң нәтиже көрсетті. Біздің Арыс қаласының өзінде 1 миллиардқа жуық осы ауыл аманаты жүзеге асқан 1 миллиардқа жуық қаржы алып, кәсіппен кооператив құрып, табысын кеңейтіп жатқан жағдай бар. Осы ауыл аманаты жобасы тағы да арғырап жалғасын табатын болады. Бұл енді ауыл халықтарының тұрмыс жағдайын жақсартуға бір оңтайлы бағдарламадан бір деп есептеймін. Әділет партиясының тағы да бір басым бағыттары ол жұмыссыздықты жоюға бағытталған екен. Ол қараша халық үшін өте жақсы жаңалық және жаңалықты күтеді. Жалпы жаңа жұмыс орындарын ашу, экономиканы дамыту бойынша Әділет партиясы қандай нақты ұсыныстар айтады?
экономика әр мемлекеттің тірегі. Сондықтан да ол экономика көтеру үшін шағын және орта кәсіпкерліктің үлесін арттыру. Мынау кәсіпкерлікті қолдау, субсидия беру, жеңілдетілген несие беру, сондай-ақ мынау отандық өнімді дамыту. Біздің қазіргі кезде Қазақстан жасалған брендін тек қана ішкі нарықта емес, сапасын арта отырып, сыртқы нарықта да былай айтқан кезде өз орнын алып, былай айтқан кезде шетелге танымал болса деген осы партияның сондай бағдарламасында басымдықтар берілген. Енді өзіңіз білесіз, жаңа кәсіпорындар ашылса, кәсіпкерлік неғылса, жаңа жұмыс орындары ашылады. Ауылдарда кәсіпкерлік дамиды, жастар ауылға тұрақтайды деген сияқты сондай ең басты мәселе жұмыс орындарын ашу, өндіріс орындарын ашу. Сондай бағдарламада сондай мәселелер қаралған. Әділет партиясының сайлауалды бағдарламасында 1 миллион жұмыс орнын ашу көзделіп отыр екен. Әрине, оның барлығы жүзеге асып жатса, ол ауылдағы ағайынның әлеуметтік жағдайы жақсарады деген сөз. Ал енді жалпы жаңа өзіміз айтып қалдық, құрылтайға баратын Әділет партиясы тізіміндегі депутаттардың орташа жасы 47 жас деп. Ал енді жас болашақ депутаттар жастарға қандай мүмкіндік береді? Жастарға да мүмкіндік, өйткені бұл бағдарламада жастарға үлкен мүмкіндіктер беріп отыр. Олардың сапалы білім алып, жаңа жұмыс орындарына, технология негізген жаңа жұмыс орындарына тартып, сондай-ақ мынау баспанаға қолжетімділігін жеткізуді жеңілдету, сондай-ақ мынау жастардың кәсіпкерлікке бет бұруына жағдай жасау. Бұл айтқан кезде біздің жастарымыз болашағын тек қана шетелде емес, осы Қазақстанда, өзіміз елімізде өркендетуге жағдай жасау. Сондай басты басымдықтарға мән беріліп отыр бағдарламада. Және де Әділет партиясы жасанды интеллект бойынша мемлекет басшысы айтқандай оңтайлы ұсыныстарды да бағдарламасына қосқан екен. Осының барлығы, құрметті көрермен, біздің өскелең ұрпақ үшін, жастар үшін партия ұсынған нақты ұсыныстарменен дәлелін тауып жатады деп бізде сенім артамыз. Ал енді партияның тағы бір бағытын оқып қалдым. Біздер қазақстандықтардың орташа өмір сүру жасы 72 жасты құраса, бұған дейін қазір енді азаматтардың өмір сүру ұзақтығын 77 жасқа шейін ұзартуды алдына мақсат қойып отыр екен Әділет. Ал енді әрине азаматтар 77 жасқа дейін өмір сүріп, тың серпінде бару үшін денсаулық керек, денсаулықты нығайту үшін денсаулық саласы даму керек, және де оған жас жаңағыдай білімді дәрігерлер керек. Жалпы осы Әділет денсаулық саласы бойынша, білім саласы бойынша қандай өзгерістермен бара жатыр? Денсаулық саласы бойынша мынау денсаулық саласын қызмет көрсету сапасын арттыру, ауылдардағы инфрақұрылымдарды жаңғырту, сондай-ақ денсаулық саласын дәрігерлердің әлеуметтік мәртебесін көтеру, мынау алдын ала денсаулықтарын алдын ала адамдардың алдын ала скринингтер өткізіп, алдын ала денсаулығын бақылап отыру сияқты жұмыстарға басымдық беріп отыр партия бағдарламасында. Сондай-ақ білім саласына келетін болсақ, білім саласына мектептердің материал техника базасын нығайту, мұғалімдердің кәсіби деңгейін көтеру, кәсіп бағдарда бойынша кәсіби мамандарды жаңа жұмыс орнына бейімдеу, нарыққа қажетті мамандарды даярлау деген сияқты, осындай шығармашылық жастарға қолдау көрсету деген сияқты осындай бағдарламада атап өтілген. Құрметті көрермен, егерде сіз экран алдына жаңа келіп қосылған болсаңыз, эфир қонағын сіздерге тағы да таныстырып өткім келеді. Эфирдің қонағы Әділет партиясы Арыс қалалық филиалының төрағасы Бақтығали ағамыз, Бақтығали Сәрсенбекұлы. Көпшіліктің сұранысы бойынша жалпы Әділеттен көп нәрсе күтіп отыр негізінде халық. Соны тікелей эфир ұйымдастырып жатырмыз. Осы Әділет партиясы бағдарламасындағы цифрлы Қазақстан нені көздейді? Цифрлы, біз енді қазіргі кезде цифрлы Қазақстан деп тек қана біз құжаттарды электрон түрде алумен шектелмеуіміз керек. Оны ары қарап мынау өндіріске енгізуіміз керек. Жастарды біздің цифрлық дағдыларға үйретуіміз керек. Бұл айтқан кезде ол өмірдің талабы.
жасанды интеллект біздің өміріміздің талабы. Сондықтан да біз мынау интернет жылдамдығы жоғары интернетке қол жетімділікті арттыруымыз керек. Барлық жерде жоғары интернетке қол жетімді жағдайлар туғызып айтқан кезде біздің жасанды интеллект дағдыларына жастарымызды бейімдеп, жалпы халықтың осы сауаттылығын арттырып, ол дегеніміз сөз былай айтқан кезде халықтың былайша құжаттар алуына оңтайланады, және де мемлекеттік басқару тиімділігі артады деп есептеймін. Иә, біз мына бағдарламадан танысып өткенде, қазір біздің елімізде жалпы шалғай жатқан ауылдық елді мекендерді интернет желісімен қамту мәселесі 96%-ды құраса, Әділет партиясы бағдарламасы бойынша жалпы алдағы 5 жылдықта 100% Қазақстан елі интернет желісіне қосылады деп күтілуде. Жалпы Әділет партиясы өзінің басым бағыттары ретінде заң мен тәртіп қағидасын қойған екен. Бұған дейін де заң мен тәртіп қағидасы өзінің жемісін беріп жатыр. Ел сенімі күшейді елдің. Жалпы неліктен заң мен тәртіпті бірінші қойып отыр? Заң мен тәртіп, бұл айтқан кезде елдің дамуына, елдің өркендеуіне басты қағидаттардың тірегі болып саналады. Сондықтан да азаматтардың заң үстемдігі тәртіп бар жерде әр уақытта алға жылжу болады. Сондықтан да ол сыбайлас жемқорлыққа қарсы жүйелі күресу басты назарда болады. Сондықтан сонда ғана біздің қоғамда тәртіп болса, қоғамда заң сақталатын болса, онда халықтың билікке деген сенім артады, алға жүру болады, тұрақтылық болады. Сондықтан бұл бағдарламаның басты назарындағы жағдай айтылып отқан. Расында Әділет партиясы өз бағдарламасында әлсізге күшті, күштіге қолайлы жағдай болмау керек дегенді айтып жатыр. Халық үшін өте қажетті қағида. Ал енді Бақтығали Сәрсенбекұлы, бүгінде сайлауалды насихат жұмыстарымен айналысып жатырсыздар. Жуырда ғана Түркістан облысынан сайлауалды штаб келіп, арыстықтармен жүздесіп, төрағаның өзі келіп, төрде отырған қарияға сәлем беріп, ізетін танытып, жас болып іске белсене кіріскенін, жалпы елжанды азамат екенін көрсетіп кетті. Біз арыстықтар оған үлкен қолдау білдірді келген халық. Менің айтайын дегенім, Арыс қалалық штабта, қоғамдық штабта неше азамат тартып отырсыздар? Иә, біз Арыстық қоғамдық штабқа 21 азаматшылар тартып отырмыз. Ол азаматтар беделді, белсенді ардагерлер, әр саланың мамандарынан тартып отырмыз. Олардың құрамында бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері бар, ол салада спорт саласының ардагерлері бар. Сондай-ақ белсенді айтқан кезде жұмыс жасап жүрген азаматшылар да бар. Сондықтан бұл штабтың құрамында сондай жақсы, білікті, білімді азаматтардан жасақталған. Қазір өзіңіз білесіз, қазір бақтарда, әлеуметтік желілерде осы штаб мүшелері белсенді кездесу өткізіп, үгіт насихат жұмыстарын жүргізіп жатқан жағдай бар. Біздің желілік кестеге сәйкес күніне 3-4 кездесулер, іс-шаралар өтіп жатыр. Біз күнделікті әлеуметтік желіге салып отырмыз. Мына бүгінгі жасап жатқан неміз де осы бағдарламаны насихаттау болып есептеледі. Осы сұхбатқа шақырған кезімізде жолды бұрып алып келдік сізді. Жеделге қарап бара жатыр екенсіз. Жалпы бұған дейінгі кездескен ауыл тұрғындары қандай өзінің өтініш тілектерін айтып жатыр? Жалпы қай бағытта болып жатыр? Иә, біз барған кезде, осы үгіт насихат жұмыстарын жүрген кезде, біз сол тұрғындардың талап тілектерін тыңдаймыз. Талап тілектерін тыңдаған кезде өздерінің талап тілектерін, әр ауылдың өзінің мәселелері болады, өзекті мәселелері бар, талап тілектері бар, жеке азаматтық талап тілектері бар. Оны жинақтап, біз осы талап тілектерді жинақтап, оларды енді алдағы уақытта басты назарға ұстайтын боламыз. Бір жерлерде мысалы көшені жарықтандыру, бір жерлерде жол салу деген сияқты, бір жерлерде ағын су деген сияқты мәселелер, әр елдің өзінің ерекшелігіне байланысты талап тілектері бар, сол талап тілектерін жинақтап жатқан жағдайымыз бар. Иә, бұған дейін бір әлеуметтік карта мәселеге байланысты құрылушы еді. Жергілікті жерде де құрыла ма? Сол елдегі өзекті мәселелерден қордаланған мәселені жинақталған? Иә, ол сол әр елді мекеннің, әр ауылдың, әр қаланың көшелерінің осылай әлеуметтік карталар жинақталып, алдағы уақытта партияның басты назарында болады.
Құрметті арыстықтар, қадірлі жерлестер, бүгін бір сүбелі сұхбатта алдағы 23 тамызда өтетін сайлау төңірегінде болып жатыр әңгімеміз. Құрметті арыстықтар, бізді тыңдап отырған болсаңыздар, біз өте қуаныштымыз. Ал енді Бақтығали аға, жерлестеріңізге деген, өздеріңіздің жақтастарыңызға деген үндеуіңіз болса мархабат. Иә, менің арыстық жерлестеріме айтатыным, бұл үлкен саяси науқан, әр азаматтың дауысы елдің болашағына берілген үлесі деп есептейміз. Сондықтан осы подкастты пайдалана отырып, осы арыстық жерлестерді 23 тамыз күні келіп, сайлау учаскесіне келіп, өз таңдауын жасауға шақырамын. Белсенділік танытып, әр уақытта отбасымен, ұжыммен біздің еліміздің болашағы, біздің жерлестерін бейжай қалдырмайды деп ойлаймын. Барлықтарыңызды біздің келешегімізге дауыс беруге шақырамын. Құрметті көрермен, қадірлі жерлестер, бүгінгі біздің подкаст студиясына берілген уақытымызда өзінің шегіне жеткен секілді. Жалпы сізбен өткен сұхбатта ой түйіндегенім, әрбір бағдарлама елдің әлеуетін арттыруға бағытталған. Сондықтан да 23 тамыз күні, құрметті жерлестер, қадірлі көрермен, өзіңіздің жүрек таңдауыңыз бойынша сайлау учаскелеріне барып, өзіңіздің патриоттық рухыңызды асқақтатып, сол партиялық тізімге енген 7 партияның біріне дауыс беруге құқылысыз. Ол өз таңдауыңыз, десек те елдің бірлігі мен тірлігін бір арнаға тоғыстырған Әділет партиясымен болған сұхбатта жемісті болады деп ойлаймын. Алдағы тағда бір сұхбаттарда жүздескенше қош аман болыңыздар. Ұсыныс тілектеріңіз болса, біз міндетті түрде Арыс толқындары телеарнасының редакциясында қабылдайтын боламыз. Қош аман болыңыз, қош сау болыңыз. Рахмет, сау болыңыз.